Сәлеметсіздер ме? Асылзат Бекалықызының қымбатты тыңдармандары. Арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қарлығаш құсы жайлы өте қызықты деректер мен қиссаларды айтып беремін. Арнаға пікірлеріңізді қалдырып қоңыраушаны баса кетіңіздер. Өз пікірлеріңізді қалдырып арнаға тіркеле кетіңіздер. Сіздерге Алланың нұры жаусын. Ең әуелі қарлығаштың пайда болуы жайлы қиссаны айтуды жөн көрдім. Нұх пайғамбарымыз жайлы баршамыз білетін шығармыз. Нұх пайғамбарымыздың кемесі киелі қазғұртқа тоқтаған кезде жылан келіп, «Уа Нұх, мен тышқан тескен құйрығыммен бітедім». Яғни бұл жайлы бөлек қисса бар. Нұх пайғамбарымыздың кемесін тышқан тесіп тастаған болатын. Сонда суға батып жатқан кемені жылан бірнеше жыл, анық-қанығы әрине бір Алла біледі, бірақ жылан бекітіп келген екен. Сол кезде Нұх пайғамбарымыздың жанында осы айтқан екен жыланға: «Осыдан кемеміз тоқтаса, сенің ризығыңды тауып береміз» деп уәде еткен екен. Сол себепті жылан Нұх пайғамбарға келіп: «Менің ризығымды тауып бер деп уәде берген едің, уәдеңді орында» дейді. Пайғамбарымыз келіседі, жыланға ризық іздеуге масаны жұмсайды. Жәндік зулап ұша жөнеледі. Барлық жануарлардың қанын сорып, тәтті азық іздейді. Ең соңында бесікте жатқан Нұх пайғамбарымыздың немересінің бетіне қонады. Қанын сорып көреді. Тәтті екен. Жыланға хабарласуға асығады. Сол сәтте Тәңір тағалам қарлығашты бұйырады: «Масаның жолын тұт, менің пайғамбарыма зияны тимесін» дейді ол. Ол кезде қарлығаш пеште мекендейтін құс екен. Дегенше қарлығаш масаның алдынан шығады. Ол заманда маса жыланның түсінен жаралған соң сөйлей алатын қасиеті бар еді. Ал маса ең тәтті қан ненікі деп сұрайды. «Адамдікі» дейді. Қарлығаш: «Қанекей, мен де татып көрейінші» дейді. Маса тілін шығарғаны сол еді, қарлығаш жұлып алады. Маса ызыңдап сөйлей алмай қалады. Тілінен айырылып жыланға келеді. Жылан: «Тәтті қанды таптың ба?» дейді масаға. Маса ызыңдап айта алмайды. «Ненің қаны тәтті?» деп жылан екінші рет сұрайды. Сол кезде қарлығаш шыға келіп: «Мен әлгінде сұрасам, құрбақа деп еді, құрбақаның қаны тәтті екен» дейді. Жылан бірдеңе болғанын сезеді. Ендеше маса неге сөйлемейді? Сонда қарлығаш: «Маса қомағай екен, тәттіге құнығып өзінің тілін жұтып қойған екен». Сол кезде Нұх пайғамбарымыз қолын жайып: «О Тәңірім, жыланның азығы етіп құрбақаны бере көр» деп дұға етеді. Жылан бұрын пеште мекендеген еді. Қарлығаштың денесінен пештің иісін сезіп қояды. Заматта оған тап береді. Қарлығаш жалт береді. Жылан оның құйрығын тістеп жұлып алады. Содан бастап қарлығаштың құйрығы айыр болып қалады. Нұх пайғамбарымыз қарлығашқа риза болып: «Ұрпағымды жыланның азығынан тоқтаттың. Бұдан былай көктемнің жаршысы болып мамыражай мезгіл сенімен келсін» деп батасын береді. Содан бастап қарлығаш адамдарға жақын өмір сүріпті. Қарлығаш қай үйге ұя салса, сол үйде береке болады деп ырымдайды. Әрі қарай қарлығаш жайлы қызықты мәліметтер айтамын. Егер үйдің төбесіне қарлығаш ұя салатын болса, ол үйде береке мен бақыт болады деген ырым бар. Ежелгі адамдардың айтуынша, оның ұясын бұзу үлкен сәтсіздікке әкеледі екен. Осы құсқа қатысты аңыздар мен ертегілер жеткілікті. Қарлығаштың бүкіл өмірі ауада өтеді екен. Олар өте сирек демалады. Бұл құс аспанда ұшып келе жатып тамақтана алады екен. Ал кейбір түрлері ұйықтағанда ұйықтауға да қабілетті. Олардың аяқтары жүруге бейімделмеген. Сондықтан жерге түскенде өздерін ыңғайсыз сезінеді. Көбінесе олар шыбын, шіркей, масалар және шегіртке, инелік, көбелек, тағы қоңыз, жәндіктермен тамақтанады және қоректенеді екен. Қарлығаш өте мейірімді құс болып табылады және ол бейбітшіл құс болып саналады.
егер оның ұясына бейтаныс құс кіріп кетсе, оған шабуыл жасамайды, өздері басқа ұяға көшіп кетеді. Олар адамдардан қорықпайды. Олар тұрғын үйлердің шатырына ұя салады. Ұяны орнату үшін балшықты және өзінің сілекейін қолдана алады. Сілекейі желімнің орнын басады екен. Құрылысты олар көбінесе мамыр айында бастап 10 күнге дейін созылады. Бұл көші-қон құстары әлемнің кез келген жерінен кездестіруге болатын шығар. Қыс жақындағанда оңтүстікке ұшып кетеді. Тек көктемде ғана қайта ұшып оралады екен. Олар келген соң ұя салуға және балапан басып шығаруға кіріседі екен. Ол үнемі азық іздеумен айналысады. Оның балапандары күніне 3 рет тамақтанады екен. Жұмыртқалайды. Алдағы 3 аптада ата-анасы балапандарын қамқорлық жасайды. Оларға жәндіктерді аулап алуға үйретеді. Содан кейін балапандарын тастап өздері басқа жаққа ұшып кетеді екен. Егер қарлығаш аспаннан биікке төмен ұшса, онда жаңбыр жауады деген сенім бар. Алайда бұны ғылыми жолмен түсіндіруге де болады. Бүгінгі таңда қарлығаштың 79 түрі анықталған, ал отанымызда 5 түрі ғана кездеседі. Олар табиғи ортада 5 жыл өмір сүреді екен. Қарлығаштың тағы бір ерекшелігі тұмсығы қысқа, езулері алашақ келеді. Сырт келбеті сымбатты, тұрақты, шамамен олар 23 см, ал салмағы 10 және 60 грамм арасында болады екен. Оның қарлығаштың басқа құстардан айырмашылығы құйрығы айыр болып келеді екен. Қымбатты достар, егер осындай деректер ұнайтын болса, комментарий бөліміне жаза кетіңіздер.